Икчен. Тылага, я сейчас, танда оқылаған, жаңғыр. Әбидің кедесін орнайтын жаңғыр. А жаңғыр, мана халімген эпос. Арун хор батырмыд. Әлі маңқыла, күндіғата сабыл, жаңғыр, хоңғыр, арун хойыр батырмыд. Атықылаға те жаңғырға дуылдым, келдім. Келдім ойландық, дуылдым. Әбі оғалаға домбұртсоқа дуылнау. И домбұры айсы барыз дуылды. Игіче. Өрненекен сақты қарсын, ен олын бұрық шақ жеделкет сақты қарсын. Тәкізін ханын тәңсі бұмбы. Ханын ашы үзілірді, ханын көйнін өнші жаңғыр бұла кене. Күліға мен кіредік, үрілі хүрін тауын масына тұршар әдік. Үйіліға хаврар әдік. Дарқы кейітініға, халқы қалыныға, сер сәкті, бір көді, бұмбай нұрын болна. Джангр, он говорит, есть несколько вариантов джангра, которые можно вот из уст в уста вот передавать, а есть, как песню можно исполнять, ну, под аккомпанемент. И вот он исполнил начало джангра, как устное народное творчество передается. Прекрасно. А до этого он очень много, пока я там стояла, он очень много пословиц, поговорок он рассказывал. Вот, лопатку, вы же хотели сказать.